Кейбір жандардың ғұмыры тұтас бір дастан. Махаббатқа, маңдай терге, сабырға, мейірім мен кең пейілге толы ғибратты жол. Бүгін біз сондай аяулы жанның өміріне үңілеміз. Ол үлкен әулеттің алтын діңгегі, отбасының берекесі, жүрегіміздің шуағы болған ардақты анамыз Гүлзамира Пітайқызы. Құлпырған жан қырмызы, келген жерін жіберген гүл жайнатып, өз жұртында Қадыры ханның қызы. Анамыз 1946 жылдың 10 мамырында оңтүстік Қазақстан облысы Келес ауданы Буденный ауылында Пітай ата мен Ақша әжейдің қарапайымда қадірлі шаңырағында дүниеге келген. Бала күннен сабырлы, еңбекқор, мейірімді болып өсті. Сол бір балғын шағында бойына дарыған асыл қасиеттер кейін бүкіл ғұмырына серік болды. 1965 жылы анамыз Жолбарыс Мошқалұлына тұрмысқа шығып жаңа өмірдің ақ босағасын аттады. Екеуі бір ауданда туып өссе де, әр ауылдың перзенттері еді. Анамыз Буденный елді мекенінің қызы, әкеміз Коммуна ауылының азаматы. Бірақ тағдыр олардың жолын тоғыстырып жүректерін мәңгілікке табыстырды. 58 жыл бірге ғұмыр кешу жай ғана уақыт емес. Бұл иық тіресе жүріп өткен өмір, бір-біріне сүйеніш болған адалдық, өзара сыйластық пен шексіз қамқорлықтың көрінісі. Екеуі де Коммуна совхозында аянбай еңбек етіп, елдің өсіп өркендеуіне өз үлестерін қосты. Анамыз еңбек жолын қарапайым жұмысшыдан бастап, кейін ұзақ жылдар бойы сүт қабылдаушы болып қызмет атқарып, абыроймен зейнетке шықты. Алайда оның өміріндегі ең ұлы қызметі ана болу еді. Ол 8 перзентті, 6 ұл, 2 қызды дүниеге келіп тәрбиелеп өсірді. Нұржан, Нұрлан, Сәуле, Әлжан, Бекжан, Ерлан, Гүлнұр, Бейжан. Әр қайсысы ана жүрегінің бір бөлшегі, өмірінің мәні мақтаншы. Бүгінде бәрі өз алдына отау тігіп, үлкен әулеттің тамырын тереңге жайып отыр. Немерелер мен шөберелері өсіп, ұрпағы көбейіп келеді. Міне, анамыздың ең үлкен байлығы да осы. Аналық еңбегі үшін анамыз алтын алқа иегері атанды. Бірақ ана жүрегі үшін ең үлкен марапат балаларының амандығы, ұрпағының бақыты, шаңырақтарының шаттығы. Ардақты әкеміз қасиетті қажылық парызын өтеп, Мекке мен Мәдинаға барып қайтса, анамыз да сол мекенге аттанып, умра ғибадатын жасап, Қағбаны тауап етіп, жүрегіне рухани тыныштық алып оралды. Бұл олардың иманға беріктігін, ниеттерінің тазалығын, Аллаға деген ықыласын айқын танытқан тағылымды жол болды. Шүкір Аллаға. Өмір сынақсыз болмайды. Қазіргі таңда әкеміз бұл дүниеден өткен. Сондай құлдары Нұржан мен Бекжан да мәңгілік мекеніне аттанды. Бірақ олардың жарқын жүздері, жылы үндері, өнегелі істері отбасының жүрегінде мәңгі сақталады. Себебі сүйіспеншілік ешқашан жоғалмайды. Бүгінде анамыз 80 жастың асқарына шығып отыр. Жасына қарамастан әлі де сергек, нұрлы, ширақ қалпында. Ән айтуды ерекше жақсы көреді. Әсем даусымен әлі күнге дейін бәрімізді қуантады.
қол өнермен айналысып, гүл мен баққа күтім жасап, айналасына көрік сыйлайды. Денсаулығына мән беріп, өмірге деген құштарлығымен бәрімізге үлгі болып келеді. Ойларым тойғылмасын, арманым орындалсын, екі жас бақытты болып қоса барсын. Анамыз өте қарапайым, байсалды жан, бірақ сол үнсіздігінің өзінде терең бір даналық, үлкен жүрек, сарқылмас күш жатыр. Мейірімді, адал, ықыласты. Оны таныған әр адам құрметтеп, жақсы көреді. Жанында әрдайым көңілді, жомарт, батыл, өмірдің сәнін келтірген жары әкеміз болды. Екеуі бірге берік шаңырақ көтеріп, тамыры терең, бұтағы кең, үлкен әулет құрды. Бүгінде сол әулет бірнеше буынды бір арнаға тоғыстырған махаббаттың мекені. 80 жас жай ғана жас емес. Бұл мағыналы ғұмыр. Бұл төгілген тердің, төзімнің, мейірімнің жемісі. Бұл артында із қалдырған өнегелі өмір. Ардақты анамыз, бізге өмір сыйлағаныңыз үшін, ақ сүтіңіз үшін, түн ұйқыңызды 4 бөліп өсіргеніңіз үшін, шексіз мейіріміңіз бен сабырыңыз үшін тағзым етеміз. Сіздің алақаныңыздың жылуы бізге пана, ақ батаңыз, жол, жылы жүзіңіз қуат. Сіз барда бұл үйдің шам сөнбейді, жүрегіңіздің нұры өшпейді. Жаратқан сізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, жан тыныштығын сыйласын. Біз сізді шексіз жақсы көреміз, аяулы анашым. Мерейтойыңыз құтты болсын, әр күніңіз қуанышқа, әр таңыңыз шаттыққа толы болсын. Сіз барда біз бақыттымыз. Менің анам, әкемнің аманаты, менің анам, сұлуай жер бетінің жанұясын тойдырған қанағаты. Анам менің сұлуай жер бетінің жанұясын тойдырған қанағаты.